Министр бізді менсінбеді. Нұржан Төлендиев өнер адамдарына құрмет көрсетілмейтінін айтты. Сәлем достар, сіздермен бірге News.kz арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Олардың беретін гонорарын мен 3-ақ күнде табамын. Алдараспан театрының көркемдік жетекшісі, танымал әзілкеш актер Нұржан Төлендиев 1001 түн бағдарламасына сұхбат берді. Ол билік тарапынан өнер адамдарына лайықты құрмет көрсетілмейтінін айтты. Ұстазым Райымбек Сейтметовтың театрында жұмыс істеген кезім еді. Қалаға бір министр келетін болды. Сол кісіні күтіп алуға бір апта дайындалдық. Алдынан жалау ұстап шығатын болдық. Біреуіміз ханның рөліне кірдік, біреуіміз ақын боп шығамыз. Саған ол жерде ешкім суды шайды бермейді. Күннің астында күнде бір апта репетиция болды. Сонымен министр келді деген кезде бәріміз сақадай сай боп тұрдық. Ал әлгі министр сенің сонша күн дайындалғаныңа қарағанда жоқ. Саламатсыздар ма деп жанымыздан өте шықты. Өнер адамын соншалықты төмен деңгейге түсіріп жібергеніңе ішің ашиды. Бізді әлі бағалау кемшін тартып тұр. Әрине, ол кісі өзін солай күтіп алатынымызды білмегенде шығар. Бірақ мына жақтағы басшылар солай боларын біліп тұрса, сонша адамды әуреге салмай, бірақ кісіні қоя салмай ма? Адамдардың алтын уақытын ұрлауға олардың қандай қақысы бар, деді Алдараспан театрының жетекшісі. Өнер иесі қазіргі отандық кино туындылардың сапасына көңілі толмайтынын жеткізді. Мен енді кино режиссері емеспін, бірақ жалаң не болса соны айта беретін кинолар көбейіп кетті. Бір көргенге әдемі күлесің, бірақ шыққан соң не туралы екенін ұмытып қаласың. Кино дегенді халық ұмытпайтындай етіп түсіру керек. Ана жері ше, мына жерінде бүйтіп еді, былай деп еді деп айта жүретіндей болсақ дейсің. Осы жағында мен бір киноға шақырды. Әжептәуір касса жинаған кино енді. Атын айтпай қояйын. Айтсам жамандағандай болып қалармын. Сценарий ұнады, бірақ гонорарына келісе алмадық. 20 күн түсірілімінде жүргеніме беретіндері менің 3 күндік табысым екен. Құдай қаласа, драма жанрында өзім бір кино түсірсем бе деп жүрмін. Оған қаражатта, қабілетте жетеді. Тек жақсы сценарий керек. Халық разы болатындай дүние жасағым келеді, деді Нұржан Төлендиев.